Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала. Армысыз құрметті көрермен, назарларыңызда футзалдан Қазақстан чемпионаты 22-ші тур аясында кезекті матч дәл қазір Орал Арена спорт кешенінде жергілікті оралдық бәйтерек командасы көршілес Ақтөбе футзал клубына қарсы 22-ші тур аясында матч өткізетін болады. Батыстық дербиде кімнің мерей үстем болады екен? Көрейік, аздаған уақыттан кейін ойынымыз басталатын болады. Ал бүгінгі ойындағы қазір Ақтөбе керемет мүмкіндікке ие болған еді. Антонио Вужанский назарларыңызда. Дальтон есімімен, Дальтон лақабатымен танылып кеткен бұл азамат бұл жолы Ақтөбенің шабуылына тосқауыл бола алмады. Олай болса гол Биелдің еншісіне жазылады ма екен? Қазір көрейік, керемет бұрыштаманы ойнатқан ақтөбеліктер қазір араға көп уақыт салмай таблодағы есепте алға шықты. Қапталмен алыстан соққы және бұрыштама. Негоева бүгін есепті теңестіруге талпынып жүр. Кереметтің қателігі. Әріптесті алда өте алмады. Ал мына бір сәтте Штибеков қақпашы Жеткірбаев бүрек иелік етуге тырысуда. Алыстан бағытталған соққы және гол. Және гол бұл жолы. Бұл жолы Биелдің өзі гол соқты. Алыстан бағыттаған соққыны Дальтон дұрыс бағамдай алмай қалды. 30 жастағы Көлбаев әлде тың. Ал мына бір сәтте Чураско. Паркетте Манайын бұл допқа жету керек, әйтпесе жағдай қиындап кетуі мүмкін. Жоқ, допты Рикардиньо соңына дейін сақтап қалды және қақпаға тамаша соққы бағыттады. Олай болса бүгінгі ойындағы бәйтеректің алғашқы голы, бұл голы авторы Рикардиньо. Тамаша соққы, бұл жолы қанат Жеткір. Негоева тамаша керемет алда өтті. Негоеваға қарсы 2-1 ойын және есепте кешті. Есеп теңесті. Штибеков бұл жолы керемет ашыла білді және аяғын допқа уақытында тосты. Ал өз кезегінде тамаша пас берген Филиппе. Ағыла өнер көрсетіп жүрген айта кетейік. Соңғы 7 ойында жеңіліп келеді. Ал бәйтерек қазір Негоеваның арқасында таблодағы есепте алғаш рет алға шықты. Ай, жарайсың. Бүгінгі ойында Негоева барын салуда. Негоева қазір қапталмен допты ойынға қосатын болады. Ал бұл жерде капитан жоқ, қақпашы ойын тәртібін бұзған секілді. Ал Ильяс Бөлекбаев қақпашы ауысқанын көріп отырмыз. Штибеков және гол. Бұл жерде қақпашы ешқандай әрекет жасай алмады қарсы. Олай болса дамып тартып ала алмады. Иманайын қазір Қарақұлып қапа шығарып берді. Мұна бір сәтте гол есепке алынады. Автогол ойындағы екінші автогол және екеуінде бәйтерек ойыншылары өз қақпаларына соғып алды. Міне жоқ жерден кеткен қателік. Қазір алыстан бағытталған соққы және бұл жерде Бокаға доп тимей қалды. Шығын деп айтсақ болады, себебі негізгі құрам ойыншысы Негоеваның оның үстіне және гол қазір Бока. Гол соққан, есеп теңесті. Міне осындай кезде Негоева сияқты ойыншылар керек-ақ. Шабуылда да, қорғаныста да. Филиппине оған қарсы Штибеков ешқандай ойын тәртібі бұзылған жоқ. Бөлекбаевтың дағы бір соққысы. Тамаша соңғы минуттарда бәйтерек. Алыстан бағытталған соққы, бұл жолы қақпа бағаны бәйтерекке көмек болды. Соққы бағыттаған Көлбаев.
Ал Ақтөбе жылдам қарта шабуыл ұйымдастырып көрмек қазір. Бел алыстан Көлбаевтың соққысы және гол. Бұл жолы Көлбаев Белге тамаша пас шығарып берді. Бүгінгі ойында Көлбаевтың көзге түспей жүргенін айтқан едік. Қапталдаш Тибеков. Алыстан бағытталған соққы қандай керемет, бірақ Негоева. Олай болса, матч аяқталды. Тартысқа толы ойында Ақтөбе екінші күні 5-ші голды соға білді және қорытынды есеп 5-4. Ақтөбеліктер қонақта ұпай тартып алды. Енді бұл команда келесі апта Ақтөбеде 2 ойын өткізетін болады. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.